Жақсы, ондай болса, дәптерлерімізді алып, қолымызға қаламдарымызды алып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. 1 сәуір. Тақырыбы жыл мезгілдері. 3 тапсырмаға қараймыз. Ертегінің мазмұны бойынша кестені толтыр дейді. Ендеше дәптерімізді алып, оның ортасынан 2 сызық түсіріп, кесте жасап аламыз. Жоғарысын сызып, осы кітаптағыдай жыл мезгілдері, кейіпкерлердің сипаты және сенің пікірің деп жазып аламыз. Бізде кітапта жыл мезгілдерінің көктемнен бастаған екен. Көктем деп жазып, көктем қандай, кейіпкерлердің сипаты көрініп тұр. Көктем қандай дегенде көрікті, сұлу қыз, жаны нәзік және сезімтал деп жазыпты. Сенің пікірің қандай дейді. Менің мысалы пікірім көктем, көрікті, сұлу, жаны нәзік, сезімтал, көркем қыз дер едім. Ал сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Солай әрі қарай жазды жазамыз. Жаздан кейін қай мезгіл келеді? Дұрыс айтасыңдар. Күз мезгілі келеді, күзден кейін қыс мезгілі. Осылай бірінен кейін бірі айналып келіп тұратын. Осыларға жыл мезгілдерінің бірінші аттарын, содан кейін кейіпкерлердің сипатын жазамыз. Содан кейін өздеріңнің пікірлеріңді жазсаңдар болады. Астындағы 4 тапсырмаға қараймыз. 4 тапсырмада көп нүктенің орнына тиісті жыл мезгілінің атауын жаз дейді. Көрікті дейді. Көрікті. Қай мезгіл көрікті? Көктем көрікті. Жайдарлы дейді. Жайдарлы. Қай мезгіл жайдарлы? Қай мезгіл жомарт? Қай мезгіл қаһарлы? 4 тапсырманы да орындаймыз. Осы тапсырмалар сынып жұмысы тапсырмалары. Келесі тапсырмамыз 5 және 6 тапсырма. Осы тапсырмаларды үйде орындаймыз. Жыл мезгілдеріне қатысты суреттер дегенге көктемнің суретін салып және 5 сөйлем құраймыз. 6 тапсырмада дерек көздерді пайдаланып жауап бер деген екен. Шырша ағашы туралы дерек көздерден іздеп және жауабын жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош сау болыңыздар.